Подкастты қалай бастасақ болады? Өзгежанмен кездескелі бері біз қазақ мәдениеті мен мұрасы туралы тоқтамай сөйлесеміз. Бізде одан басқа әңгімелесетін тақырып жоқтай көрінуі мүмкін. Бірақ шын мәнінде балаларымызды қалай өсіріп жүргеніміз, психология және әлеуметтану бойынша зерттеу жұмыстарымыз жайлы, тіпті Берлиндегі жаздың тым қысқалығы сияқты тақырыптар да жетерлік. Ал ең қызығы, көпшіліктің қазақтарды әлі күнге дейін көшпенді өмір салтына ұстанатын тайпаларға ғана байланыстыруы. Қалай сонда? Жоқ, бізде барлық жауап жоқ. Бірақ қазақ тарихы мен мәдениеті туралы аз да болса білетініміз бар. Сондықтан да біз подкаст бастауға шешім қабылдадық. Мұнда тек мұра жайлы ғана емес, оның үстіне өзімізді тану, балаларды өсіру мен Берлиндегі ауа райы туралы да айтып жататын боламыз. Қызық естіле ме? Онда біз мына микрофондарымызды қалай қосып қолдануын түсінгенше бізге жазылып саяхатымызға қосылыңыз.